Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ тілі пәнінен 11-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ: синонимдік қатарды көрсетіңіз дейді. Сұлу, керек, ақ, ер, шырайлы, тез, шыдам, сабыр, төзім, бақ, айла, жер, көрік, сөз, әдемі. Шыдам, сабыр, төзім. Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысын табыңыз дейді. Мақсаттың үйі, арбада отыр, жазғы науқан, халық қозды байыту, тас диірмен. Бұлардағы жауабы орын тәртібі арқылы байланысқан сөз. Емес, тас диірмен. Үшінші сұрақ: үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны белгілеңіз дейді. Бағынбайтын: адамдық, бейімбет, гүлді, әкетай, адуынды. Әкетай. Орфографиялық принципке сай келетін сөз қайсысы? Айналысу, айзықану, айқас, айуан. Орыс тілінен енген сөздерде жазылатын әріппен келген қатар. Орыс тілінен енген сөздерде жазылатын әріппен келген қатар дейді. Бұл арадағы орыс тілінен енген вазелин деген. Күрделі сөзді табыңыз. Көгілдір, өңіржек, миллион, тал асты, оқушылық. Өңіржек. Есептік сан есімді көрсетіңіз. 25. Есептік. 8-ші сұрағы: көмектес септікте тұрған өздік есімдігін табыңыз. Бірінші көмектес септік және өздік есімдігі болады. Өзім, мен деген. Жауапталамыз, қалғандары емес. Қатаң дауыссыз дыбысты табыңыз. Қатаң дауыссыз дыбыс. Орал қаласы қандай сөйлем? Жақсы, жақсы, толымды, толымсыз, атаулы. Атаулы сөйлем Орал қаласы. Ілгерінді ықпалды табыңыз. Көрекел, класспен штабта асхана ашудасы. Көрекел. Сын есімнің жай шырай түрін көрсетіңіз дейді. Үлкендеу, әп-әдемі, қызғалт, жақсы, ең әдемі. Жақсы. Жай шырай. Демеулік, септеулік, жалғаулық деген сөздер неге тән дейді. Шылауға тән, әрине. Үш түрі бар шылаудың. Синоним сөздерді көрсетіңіз дейді. Соң, кейін, өтемі, қырағы, көрген, құпия, жария, езу, езіл, езуші, әтеш, тауық. Бұлардағы синоним сөз: қырағы, көрген. Келесі сұрақ: болымсыз етістіктің жұрнағын көрсетіңіз. Болымсыз етістік. Шөп шабылды ма, ол келіп пе, жамандыққа жуы ма, жақсылықтан қаша ма, өтірікке жол жақ. Жамандыққа жуы ма. Мақсат пысықтауыш қатысып тұрған сөйлемді табыңыз. Басқыштан түсіп келе жатып кілт тоқтады. Осы мінезің үшін дос болғым келеді. Сіз маған бола келдіңіз бе? Ол төмен қарады. Сізді кейін ауылға жіберемін.
Сіз маған бола келдіңіз бе? Одағай сөзді табыңыз дейді. Жігіттер сымналар кезін келді. Үйде жүргізілді түгел жақындатуға тыйым салынған. Мысалы таза мыс электр тоғын жақсы өткізеді. Әттеген ай атын сұрамаппын ғой. Бірнеше киімге жүргізілді алады. Әттеген ай. Тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұрған сөз табыңыз. Дәптерім, дәптері, дәптерің, дәптеріміз, дәптеріңіз. Бұл арадағы тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Дәптері. Астанадан келген қыз. Байланысу тәсілі. Түрі емес тәсілін сұрап тұр бізгеден. Сондықтан бұл арадағы Астанадан келген қыз деген байланысу тәсілі шығыс септік. Орфография бойынша дұрыс жазылған табыңыз. Кейуана, 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 кейуана. Сауатты жазуды ретке келтіретін сөздік. Орфографиялық сөздік. Үрпі жазу. Орфоэпия айту. Мынау дұрыс айту, мынау дұрыс жазу. Сондықтан осы жауабы болады. Келесі 22-ші сұрақ. Күрделі сөзді табыңыз. Жүрегі алып ұшты, көктемгі демалыс, боранмен айқас, көзін ала бере, қызылда, жасылда. Қызылда, жасылда. Сын бейне үстеулі тіркесті көрсетіңіз. Шалқасынан жату, соншама олжалану, кешке қарай амалсыздан күлу, тым жалығу. Шалқасынан жату. Еркін тіркестің қай түрі дұрысын белгілеңіз. Барлаушылар кеңесті. Қиысу. Бір буынды сөз. Жалт. Тырнақша не үшін қойылған дұрысын белгілеңіз. Қалауын тапса қар жанар деген мақал үлкен философия. Бұл арадағы тырнақшаның қойылуы себебі объекті етіп алынған мақал. Ілгерінді ықпалды табыңыз дейді. Алдараспан Сейсенбай, Қазақфильм, Егеуқұйрық, демалыс. Егеуқұйрық. Ілгерінді ықпал. 28-ші сұрақ. Дұрыс жазылмаған. Жазылмаған сөз. Әлде қалай көк алма, сақ отыру, сарыөзек келе алмады. Сақ отыру. Зат есім сөйлемнің қай мүшесі көрсетіңіз. Зат есім сөйлемнің қай мүшесі көрсетіңіз. Толықтауыш. Жұмысыңда. Біріккен сөзді көрсетіңіз дейді. Анда-санда өнерпаз 100 шақты оқыған адам 80. 80. Біріккен сөз. Жақсы, осымен біз 11-ші нұсқаны талдадық. Келесі сабақта кездескенше YouTube арнаға жазылып қойыңыздар.